Ура, қыздар, тараздан анашым келе жатыр, таң атпай сағат 6-та тұрып осылай бауырсақтарымды бірінші пісіріп жатырмын. Одан кейін дайын қатырылған самсамды осылай пісірдім. Сосын түнде барлық салаттың заттарын осылай турап ашып қойған болатынмын. Енді екі түрлі салат жасаймын, яғни біреуі под шуба, сосын тещин язык. Қатырылған мантымды да пісірейін деп жатырмын. Түнімен балалар ұйықтаған кезде осылардың барлығын ұйықтамай қатырып қойдым. Енді кешке тойға барамыз, сол себепті ет салмадым. Анам келі, балам осылай қуанып кәдімгідей қарсы алып жатыр. Сразу сумкаларын ашып, не алып келдіңіз деп, кофталарын көріп кәдімгідей мәз болып жатыр ғой. Нағашыларым барлығы келді. Осылай бәріміз шүйіркелесіп отырып тамақтандық. Сосын кешке әпкемнің тойына бара жатырмыз. Баласы 1 жасқа толды. Одан қоса қоныс той жасап жатыр. Осылай күшті ғып осылай шығарды той бастарды. Ерназар баламыз 1 жасқа толып, кәдімгідей барлығымыз қуанып жатырмыз. Балам деген кәдімгі бір машинаны алғысы кеп қуанып жүр ғой. Сосын тәтелерім шықты. Жездем осылай 4-ші баласы үлкен 3 бөлмелі үй алып жатыр. Сосын мына менің інілерім, келінім, бөлем, күйеуім, мен өзімнің жолдасым. Одан кейін анам өлең айтты. Анам екеуміз ұқсаймыз ба, жаза кетіңіздер. Барлығымыз осылай күшті билеп отыр. Анам негізі кезінде әбден биші болған ғой. Балқияға биледік. Меқта інім де қайталап жатыр. Мәз мейрам болып қатты қуанып қалдым. Сіздер де аналарыңызды осылай күтесіздер ме, жаза кетіңіздер.